Қараңыз. Өкінішке орай болсын, бірақ бізде көбірек намаз оқимын дейді да, ата-анасынан да ажырайды, туған туысқаннан да ажырайды, апа қарындастан да ажырайды, олармен мәміле қылмайды. Бұл ислам емес бұл. Ислам бұл біріктіреді. Ислам бұл махаббатты алып келеді. Пайғамбарымыз Мұхаммад Мұстафа саллаллаху алейхи ва саллям Арафатта тұрғанында кім-де-кім ағайын туған туысқандарымен барды келдісін үзген болса, бұл жерден кетсін. Біз қазір дұға қыламыз. Арафатта дұға қабыл болады. Бірақ кім-де-кім ағайын туған туысқанмен арасын үзген болса, біздің дұғамызды Алла қабыл қылмай қояды. Кім ағайын туған туысқанмен барды келді үзген болса, бұл жерден кетсін деді. Сонда бір жігіт шықты да тұрып кетті. Содан бір-екі күннен кейін жаңағы жігітті пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям көріп, сен қаяқан бардың деген еді. Я Расулаллах саллаллаху алейхи ва саллям, сіз өстіп айтқан уақытыңызда мен тұрып кеттім. Себебі менің әкемнің туған қарындасы бар еді. Шешем екеуінің арасында мәміле болып, кейін екеуі ұрысып қалды да, шешеміз бізді олармен араластырмай қойған. Шешеміз бүлден мәмілені үзіп тастаған. Содан мен тіке Арафаттан шығып бардым. Әкемнің қарындасы мені көріп қайран қалды. Әй, не қылып жүрсің? Неге келдің деген еді? Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям өстіп айтқан еді. Апатай, бізді кешіріңіз. Енді әрдайым сізден мен хабар алып тұрамын. Сіздер разы болмасаңыздар, біздің дұғамыз қабыл болмайды екен деп жылап қалды. Қараңыз. Біз көрмеген туысқандарымыз бар ғой, өзімізше тақуа болып тұрып, аналарды кәпірге, ананы пасыққа, ананы мұнафыққа ажыратып тастап, біз бармаған адамдар бар ғой, ағайындар. Ақиқат па, ақиқат емес пе? Өзімізше тақуа болып аламыз да, олармен көріспейміз да. Сонда біздің дуаларымыз не болып жатыр? Демесе пайғамбар алейхиссалам өтірікші ме? Әлбетте пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям садиқул мастуқ, о кісі рас сөйлеуші зат. Біз ағайын туған туысқандарменен өте жақсы мәміледе болуымыз керек. Оларменен әрдайым барды келді де болуымыз керек. İslam бұл бірлік діні. İslam бұл махаббат діні. İslam'da Allah subhanahu wa ta'ala وَاَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا deydi. Allah subhanahu wa ta'ala arkanın mıқты ұстаңыздар, ажырамаңыздар deydi. Міне қазір дұшман бізді неше түрлі тармаққа бөліп қуанайып отыр. Қазір міне білесіздер, анау салафи, анау таблиғи, мынау ханафи, мынау және басқави деймізді, бірі-бірімізбен қырылысып жүрміз. Бірақ қанша ағаларымыз бейнамаз, оларға уақыт бөле алмай жатырмыз. Қанша апаларымыз бейнамаз, оларға уақыт ажырата алмай жатырмыз. Екі мұсылман келіп қалсам, бірін көремізсе, иттің етінен жек көретіндей қабағын салып өтіп кетеді. Онда қалай біз мұсылманбыз? Кешегі мұсылмандар аз болған, бірақ саз болған. Қазір білесіздер ме? Қазір біз мұсылмандар 2 миллиард 300 миллионбыз. 2 миллиард 300 миллионбыз дүниеде. 5,5 миллиард мұсылман болатын болса, соның ішінде қазір 2 миллиард 300 миллион мұсылманбыз. Баяғы пайғамбар саллаллаху алейхи ва салламның дәуіріндегі мұсылмандар жердің жарымын ислам мемлекеті қылып жіберген. Жердің жарымын. Біздің үйімізде ислам жоқ. Бір-біріміздің етімізді жеп жүрміз. Бір-бірімізді өсек етіп жүрміз. Жоқ. Бәлкім Аллахтың бірлігін қатты ұстайық. Allah subhanahu wa ta'ala bizge nimet kılıp bergen ata-anamızды sıylayık. Ata-anamızda hürmet kılayık.